Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз алгебра пәнінің 9-шы сынып 31-ші тақырып, яғни ықтималдықтың классикалық анықтамасын есептеп шығаратын боламыз. Ең бірінші біз ықтималдықтың классикалық анықтамасын еске түсірейік. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы бойынша бізде n барлық жағдайдың бізге керек m жағдайының ықтималдығын табу болып табылады. Яғни біз p-ны бізге керекті m бөлінген барлық жағдай n-ға қатынасы арқылы өрнектейтін боламыз. Біздің p-мыз, яғни ықтималдықтың мәні 0 мен 1-дің арасында жатуы тиіс. Яғни ең аз мәні 0, ең үлкен мәні 1 болып табылады. Енді біздің 31-ші есебінен бастайық. Біріншісі, ойын сүйегін лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар. Яғни бізде барлығы n-іміз 6 жағдай бар. Яғни ойын сүйегінің бізде 6 жағы бар. Бізге 2 санның түсуі дейді. Яғни 2 саны бізге айтылған жаңағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандардың тек қана бір жағдай. Яғни m тең 1. Сонда біздің p-ның ықтималдығы 1 бөлінген 6 болып табыла салады. Екіншісі, 1 немесе 2 санның түсуі. Енді қараңыздар, бізде не 1 түседі, не 2 түседі. Яғни ықтималдық бізде p-a қосылған p-b болады. Сонда p-ның ықтималдығы бір санның түсуі 6-дан 1, b санның 2 санның түсуі бұл да 6-дан 1. Екеуін қосатын болсақ бізде 3-тен 1. Үшінші есеп, 4 немесе 6 санның түсуі де тура осындай болады. Яғни p-a қосу p-b, яғни 6-дан 1-ге 6-дан 1-ді қоса саламыз. 3-тен 1. Төртінші есеп, жұп санының түсуі. Бізде жұп сандар ол 2, 4, 6. Яғни m-іміз бізде 3-ке тең. Сонда p оқиғасының ықтималдығы бізде 3 бөлінген 6. 2-ден 1. Келесі есеп. Қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ, қызыл, жасыл болуының ықтималдықтарын табыңыз. Біріншісі, бізде барлығы 2 қосылған 5, яғни 7 шар бар. Бізге керегі бірінші жағдай бойынша ол ақ, яғни m тең 2. Бұның ықтималдығы демек 2 бөлінген 7. Екінші есеп, қызыл болуын табу, яғни бізде қызыл шарлар ол 5, сонда p-ны табатын болсақ, бізде 5 бөлінген 7 екен. Үшіншісі, жасыл болуының ықтималдығы, бізде жасыл шарлар жоқ, сондықтан ол m тең 0. Сонда p-сы тең 0 бөлінген 7, яғни 0-ге тең. Келесі, қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес, көк болуының ықтималын тап. Біріншісі, барлық жағдай бізде 4 қосылған 7, яғни 11-ге тең. Қызыл болуының ықтималдығы, яғни m бізде 4-ке тең. Сонда p-мыз бізде 4 бөлінген 11-ге тең екен. Екіншісі, ақ емес болуы. Яғни бізде ақ еместер ол бізде қызыл мен көк шарлардың саны. Ол 11-ге тең. Сонда p-мыз бізде 11 бөлінген барлық жағдай 11. 1-ге тең. Үшіншісі, көк болуының ықтималдығы m тең 7. m тең 7. p-сымыз сонда 7 бөлінген 11-ге тең екен. Мінекей біздің жауаптарымыз шықты. Келесі. Ойын сүйегі лақтырылды. А, Б және С оқиғаны қарастырайық. А тең ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді. Б ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді. 2-ге тең ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді. Төменде теңдіктердің қайсысы жауаптарды түсіндіріңдер. Яғни p-ны бірінші табайық. Бізде ойын сүйегінде 6 жағдай бар, тура жаңағыдай. Яғни бізде жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөліну керек дейді. Енді ойлап қараңыз, мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарын 12-ге бөлуге болады ма? Жоқ. Яғни олардан бізде бүтін бөлшек сандар шығады. Ал бізге керегі натурал сандар. Сондықтан бізде m тең 0 болады. Сонда бізде p-ның ықтималдығы 0 бөлінген 6. Демек 0-ге тең. Келесі, p-ны табайық. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең дейді. Яғни ол тек қана бір жағдай. Дұрыс қой. 2 деген санның шығуы бізде бір жағдай. Сонда p-ның ықтималдығы бізде 1 бөлінген 6. Келесі, p-сыны табатын болсақ, біздегі шыққан санымыз 2-ге бөліну керек екен.
Бізде 2-ге бөлінетін ол бізде 2, 4, 6 деген сандар. Демек бұлардың барлық саны 3-ке тең. Яғни бізде 2 2-ге бөлінеді, 4 2-ге бөлінеді, 6 да 2-ге бөлінеді. Сонда біз бұның p-сының ықтималдылығын біз 3 бөлінген 6 деп жаза аламыз. Яғни 2-ден 1. Немесе 0,5. Енді жауаптарды мына есептеумен теңестірейік. Теңдіктерге. P-амыз 1-ге тең дейді. Жоқ, біз P-ны таптық. Ол 0-ге тең болды. Демек бұл қате. Екіншісі P 0-ге тең. Бұл дұрыс. Келесі P-сы 0,5. Яғни 2-ден 1. Демек біз P-сыны тапқан болатынбыз. P-б сызықшамыз 6-дан 5. Біз бұны қалай табамыз? Бізде P-б сызықша деген ол 1 азайтылған P-б-ға тең. Яғни біз бұны былай түсінеміз. Біздің оқиғамыз, яғни Б оқиғасының болуының ықтималдығына оның болмауының ықтималдығын қосатын болса, ол 1-ге тең болады. Енді біз бұл жерден болмауын табатын болса, ол 1-ден осыны азайтамыз. 1 азайтылған бізде 6-дан 1. Бізде 6-дан 5 шығады 2. Яғни бұл бізде дұрыс. Келесі P-біміз 6-дан 1-ге тең дейді. Бұл дұрыс. Келесі есеп. Сыныпта 25 оқушы бар, олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 6 оқушы қанағаттанарлық деген бағада оқиды. Ал 2 оқушының үлгерімі төмен, сыныптан кездейсоқтан таба алынған оқушының үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болуы ықтимал. Яғни бізге осы екі жағдайды қарастыру керек. Бізде өте жақсы оқитын ол бізде 5 оқушы, ал жақсы оқитын 12 оқушы бар. Енді осы өте жақсы оқитындардың ықтималын табайық. Бізде бұл жерде m тең 5, демек p Ö деген ықтималдық табатын болсақ, ол барлық 25 оқушының 5-еуі. Келесі P жыны табатын болсақ, ол барлық жағдайдың m тең 12 бұл жерде, яғни 12 бөлінген 25. Енді барлық негізгі ықтималдықты табу үшін біз осы екеуін қоса салсақ жеткілікті. 25-тен 17 деген жауапты дұрыс деп қабылдаймыз. Келесі 25 емтихан билетінің ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезектен 1 билеттен алады. Бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бізде бірінші оқушы ол барлық 25 билеттен таңдау жасайды. Ал одан жеңіл билет шығуы ол 5. Яғни бізде барлығы 5 жеңіл билет бар. Демек оған қажетті керек жағдай ол 5-ге тең. Сонда біз оның ықтималдығын 1-ден таба аламыз. Бірінші деп қоятын болсақ, 5 бөлінген 25. Яғни екеуі де 5-ке қысқарады, 5-тен 1. Енді неге екінші оқушыны қарастырмадық десек, ол жайлы бізге айтылмаған. Бізде бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын тап деп тұр. Яғни біз осыны ғана тапсақ жеткілікті. Келесі ойын шегі лақтырды 3 немесе 5 санын түсуін, 6 немесе 5 санын түсуін, 7 санын түсуін ықтималын табамыз. Бізде ойын шегінде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарын түсуі мүмкін. Енді бізге 3 түсуінің ықтималдығы ол 3 түсуінің ықтималдығы біріншіден қарастырсақ, ол тек бір жағдай. Яғни 6-дан 1 жағдай. Келесі 5 санын түсуі ол 6-дан 1 жағдай. Біз неге мына жерге қостық? Себебі немесе деген сөзді байқап тұрмыз. Яғни осының ықтималдығы бізде 3-тен 1-ге тең екен. Екінші есеп 6 немесе 5 санын түсуі тура бірінші есепке ұқсайды. Яғни бұның да ықтималдығы бізде 6-дан 1 қосылу 6-дан 1. 3-тен 1. Егер де бізде 6 және 5 санын түсуі десе, онда біз көбейтетін едік. Үшіншісі 7 санының түсуін табамыз. Енді бізде ойын шегінде 7 деген сан жоқ. Сондықтан біздің ықтималдығымыз 0 бөлінген 6 бола салады. Жауабы 0-ге тең. Жалпы бүгінге осы есептер аяқталды. Келесі видео сабақта кездескенше.